Қалай мен Тоқаев мырзаның марапатын алдым? Қалай екен білгілеріңіз келсе, видеоның соңында айтамын. На связи Казахстан, өзің білесің. На связи Казахстан, өзің білесің. Эти пацаны могут все, когда интересно. Пацаны могут все. Ассалаумалейкум достар. Ұшақтар белгілі бір қала мен қаланың арасында ұшу үшін әуе жолдары арқылы ұшады. Әуе жолдары дегеніміз не? Мен сіздерге қазір оны көлікте жүріп түсіндірейін. Мен айдап жатқан көлікті ұшақ деп есептесек, ал мына жүріп жатқан жолды әуе жолы деп есептейік. Мына жолдың шетіндегі жарық шамдар ол радиостанциялар деп есептейік. Жалпы достар, радиостанциялар жарық шашқан шекілді аспанға электромагниттік толқындарды шашады. Осындай бірнеше радиостанциялардың арасында жүріп өткен жолды сызатын болсақ, траектория ретінде ол әуе жолы болып есептеледі. Аспанда ұшақтар бір-бірімен ешқашан соғыспайды. Әуе жолы арнайы есеппен бәрі ойластырып істелінеді. Ал енді әуе жолдары дегеніміз не, оның нақты анықтамасын айтып кетейін. Әуе жолы, яғни әуе трассасы, бұл жердің немесе судың үстінде, яғни аспандағы биіктігі мен ені бойынша шектелген дәліз түріндегі бақыланатын әуе кеңістігі. Оның ішінде ұшақтар мен тікұшақтар бекітілген маршрут бойынша ұшады. Әуе жолдарды қамтамасыз етуге аэродромдар, радиомаяктар, әуе қозғалысын басқару қызметі, яғни диспетчерлер және де метеорологиялық қызметтер кіреді. Достар, осы ақпарат пайдалы болса, арнаға тіркеле кетіңіздер. Байқадыңыздар ма, мен ақпаратты сіздерге барынша түсінікті етіп түсіндіремін. Сол үшін достар, авиация саласына қызығатын немесе пилот, диспетчер тағы да басқа достарыңа жіберіп қойыңыз. Арнаның өркендеуіне үлес қосыңыз. Мінекей достар, видеоның да соңына келіп қалдық. Әлгі Тоқаевпен түскен фото ол жай ғана фотошоп болатын. Иншалла осындай күнге де жеткізсін. Так что тіркеліп кетіңдер.